жаңағы букмекерлік компаниялар тұрады. Енді букмекер болғаннан кейін оларда ақша көп қой енді. Демек ақша бар, бірақ боксшыларды солай тегін пайдаланады. Солай десек те болады енді, негізі қаражатқа тіреледі ғой. Мысалы біз ана жақтан ақша тауып жатқан жоқпыз. Енді бір бойдан бір 10 миллион ұстап жатсақ, енді может быть келесі ойға дейін соны жайменен пайдаланып жүретін шығармыз. Мысалы мен өз басым жұмыс істеп жүріп бокс іске маған шыны керек қиын да өте. Ол любой адамға қиын деп ойлаймын. Өткен мен тренировкаларым мысалы түнде істеймін, 9-да жасаймын, 9-8:30 сондай уақытта бастап 11-ге дейін тренировка істеймін. Енді ол шыны керек мен денсаулығыма да зиян да, мен оны білемін да. Ол да біздің кәсіпқой бокстың әлі бұл Қазақстанда дамымаған бірден бір белгісі ғой. Ассалаумағалейкум баршаңызға, армысыздар, құрметті Pulse Fighting YouTube арнасының көрермендері. Бүгін бізде кезекті шығарылым, кезекті подкаст. Студиямызда қонақта қазақстандық кәсіпқой боксшы Бауыржан Бекмұрзаев. Бауыржан, қош келдің. Ассалаумағалейкум. 5 жекпе-жек өткізіп, 5-еуінде де жеңіске жеткен. 6. Енді не жаңалық деп әңгімені бастайтын болсам, алдағы жекпе-жек жайында айтқалы отырсың ғой енді. Алда жекпе-жегің өтеді, осы жайын айта өтсең. 5 сентябрь күні Алла қаласа Али промоушн ұйымдастыруымен сол жекпе-жек болайын деп жатыр. Құдай қаласа Алматы төрінде. Соған дайындалып жатыр, қызу. Қалай өтіп жатыр дайындық? Дайындық жаман емес. Сол бірақ соңғы жекпе-жегім 2 ай бұрын өткізгем. Содан кейінгі травмалар бар. Сол жұдырық кетті дегендей. Сондай біраз травмалар, солар кішкене кедергі болып жатыр. Атак жалпы жаман емес. Дайындық. Бұл ұсыныс қалай түсті? Енді бұл Али Ахметов промоушн деген жаңадан ашылып жатыр, қателеспесем. Алғашқы ивенттер ұйымдастырып отқан. Кім арқылы түсті, қалай түсті ұсыныс? Ол ұсыныс енді Али Ахметов промоушн жаңадан ашылғанмен, бірақ енді оларға өзіміздің белгілі бапкер Сағатбек Мұсаханов ағамыз көмектесіп жатыр ғой, енді ұйымдастыру жағынан. Өткен олар жаңадан әлі көп нәрсені түсінбегендіктен. Сол кісіден ұсыныс келді, звондады. Сол Бауыржан осындай 5 бокс іздесім бар еді. Сонымен жарайды деп сол дайындық бастап кеттік. Сағатбек Мұсаханов бапкерліктен бөлек, сонда менеджерлікпен де айналысып жатыр ма қазір? Иә, олар өздері New Names деген менеджмент или промоушн ба, сондай өздері ашып алған. Қызы бәрі бірге команда болып жұмыс істеп жатыр. Енді сол 5 қыркүйек күні өтетін жекпе-жектің кардын қарап отырмын мына жерде. Мұнда енді жақсы боксшылар бар. Жаңағыдай халықты жинауға болатын, билет сатуға болатын, Жанқош Тұраров, Али Ахметовтың өзі бар. Балауса бар, Фарух бар. Енді қарап отырмын, қарсыластары тым әлсіз емес пе? Өйткені мына жерде Балаусаның өзі 14-ші орында тұр екен, қарсыласы 61-ші орында дейді, үндістандық боксшы. Тағы да. Жанқош Тұраровтың да қарсыласы 274-ші орында тұрған филиппиндік боксшы қойдым, қателеспесем. Жалпы Фарухтың да қарсыласы мысалы рейтингтегі орны жаман емес, бірақ рекорды нашар екен деген сияқты, сондай матчмейкинг жағынан кішкене әлсіз емес пе дегенмен тым қарсыластар. Енді ол әркім өзінің командасының шешімі ғой енді. Мысалы мен өзім Жанқош Тұраров енді оның примерно осындай соперник таңдаған өзім. Енді көптен бері бокс іспегенге өзі солай шамалы кішкене бір проходной бой іздедім ма деп өзім солай болжалаймын. Өткен қанша болды? Соңғы рет ол 2023 жылы бокс істік бір картта. Содан бері әлі бокс іспеді. Бірақ анау филиппинстің рейтингі төмен болғанмен, бірақ ол мықты боксшы, ол мен білем оны. Руслан Мадиевке қарсы бокс істеген. Жалпы енді прям бір құлай салатындай бір совсем слабый боксшы деп ойламаймын өз басым. Енді басқасына келетін болсақ, енді білмеймін, енді әркімнің өзінің жоспары, өзінің бағыты бар ғой, ол кәсіпқой бокс болғасын. Солай енді. Бізде негізі енді кәсіпқой бокс кештерінің осы қарсылас таңдау жағы үлкен проблема ғой. Көп жанкүйерлердің көңілі толмайды деген сияқты, қапшық ұру дейтін бір жақсы сөздер қалыптасты ғой бізде. Таксист ұру деп біреулер сөйтіп айтып отырады. Сондайлар пайда болыпты. Ол қашан дұрыс алады негізі өзі? Ол
негізі ақша спонсирование дұрыс болған кезде дұрысталатын нәрсе ғой. Негізі ол тікелей ақшаға байланысты. Ол көбісі солайынан телевизордың ар жағында қарап отырып оңай деп ойлайды оның бәрі. Оны ол келіп мен бокс істесем, сен бокс істесең давай деп былай келісе салатын нәрсе емес ол. Үлкен орада ақша. Мен просто бір примермен айтайын сізге, мысалмен. Бәрімізде бір жақсы, бір топ 100-дегі боксшылармен бокс істескіміз келеді ғой, тезірек карьерамызды, рейтингімізді көтеру үшін. Бірақ енді ол жерде уже ол топ 100-дегі боксшылар 5 теңге 10 теңгеге былайша айтқанда төлесе қоймайды да. Ондай ақшаны көп біздің қазақстандық промоушндар оны төлеп бере алмайды саған. Оның гонорары, ол тренермен бірге ұшып келіп жатуы, мысалы ерте келеді, взвешиваниеден 1-2 күн ерте келіп, сол гостиницасы бар. Жалпы расходын оны көтеруге көбісі ондай қаражат бөлмейді да. Шыны керек. Содан кейін де осындай жағдайлар болады. Так әр боксшы өзі даму үшін жақсылармен төбелескісі келеді ғой, енді өз-өзін сыйлайтын, өзінің еңбегін сыйлайтын боксшылар деп ойлаймын өзім. Жаңа сен айтқан мәселе бойынша бізде енді көптеген промоутерлік компаниялар қарсыластың егер қымбат болса, қарсылас онда көтере алмай жатады ғой көбін. Сосын кейде мынадай мәселелерді мен өте көп байқаймын, көремін. Жаңа промоушн көтере алмағаннан кейін әр боксшының өздерінің жеке қолдаушылары бар, спонсорлары. Және мен бір білетінім, кейбір боксшылар картқа кіру үшін сол қарсыластың жататын жерін, қонақ үйін, барлығын, тамағын деген сияқты бәрін өздері төлеп сөйтіп жатады. Бұл боксша қосымша бір ауыр жүк емес пе? Конечно, ол ауыр жүк. Мысалы, ол негізі олай болмау керек қой. Ол да біздің кәсіпқой бокстың әлі бұл Қазақстанда дамымаған бірден бір белгісі ғой. Өйткені кәсіпқой боксшы ол денсаулығын береді, былайша айтқанда қаншама орада өмірімен рисковать етеді, шыны керек, өліп кетіп жатқан жағдайларда көп. Ондай риск жалпы ақталу керек қой негізі. Барада жаңағыдай ол бар нәрсе, бұл кәсіпқой бокста өзі расходын төлейді, өзі тегін төлесіп кетіп жатқан нәрсе. Ол өзімде жеке басымда болған жағдайда бар мысалы. Бәрі ойлайды оны яқта біз төлесіп жатқанға бір қырып ақша тауып отыр деп. Шыны керек, тегінде шығып жатқан кездеріміз бар. Сондай бұл жайлы. Жаңа айтып қалдың ғой, өзімнің де басымда болған деп ақша не істеп. Ол қандай промоушнда болды? Егер құпия болмаса. Енді өйтіп енді айтпай қойын қай промоушн екенін. Бірақ ол почти көптеген промоушндарда бізде ақша жоқ, шыны керек. Мен сіздерге айтайын былай примерно. Например, көп промоушндардың бір ходтары былай болады көбіне. Тұрады бір-екі жаңағыдай именитый боксерлар бар ғой, жаңағыдай елімізге танымал, халық жинайтындай, жаңа сіз айтқандай. Сондай бір-екеуін сондай қояды главный бойға. Мысалы, картта бір 10 боксшы болса, соның бір 2-3 главный бой ғой, жаңағыдай аты танымал, халық медиасы бар. Солар примерно соларға төлейді, өйткені оларда былайша айтқанда тегін төлеспейді, оларда уже ақша запростары көп. Солардікін төлейді, и жаңағыдай қалған жағын көбісі компенсировать ету үшін жаңағыдай свободный агенттер, который өзін жаңағыдай жеке өз карьерасын өздері жасап. Жасап жүрген сондай боксшыларды кіргізеді, сондай да моменттер болады. Ол жасыратын түгі жоқ. Бұл сонда біздің промоутерлердің ашкөздігінен болып тұр ма? Өйткені жаңағыдай әңгімелерді мен үлкен промоушндардан естимін да. Жаңағыдай спонсорлары қарайсың ғой, рингтің бұрышында тұрады, экранда тұрады, ледтерде, борттарда деген сияқты. Жаңа букмекерлік компаниялар тұрады. Енді букмекер болғаннан кейін оларда ақша көп қой енді. Демек, ақша бар, бірақ боксшыларды солай тегін пайдаланады. Солай болып тұр ғой енді. Солай десек те болады енді негізі, қарап тұрсаңыз. Енді ары қарай біз 100% енді байыбына барып білмейміз ғой, не болады, қаншама расход не болады. Бірақ енді жалпы өзім ойлаймын, енді боксшылар ешқай сондай тегін төлесіп, даже тегін емес, жаңағыдай өзі расходын көтеріп біреудің ондай минусқа кірмеу керек деп ойлаймын, өйткені әр еңбек бағалану керек қой. Сондай, ол да бір біздің жалпы айтқанда тағы да бір көрсеткіш та, өйткені біздің Қазақстанда қай саланы алсаң да кішкене былайша айтқанда ақсап тұрған бірден бір белгісі деп ойлаймын өзім. Өткен жылы қыста ғой деймін, қателеспесем, All Stars деген бізде компания болды, солында өнер көрсеттім, үндістандық боксшыға қарсы. Енді ол жекпе-жек жайында емес, жалпы сол картта жаңағы
блогерлер шықты, актерлар шықты деген сияқты. Өзің соны бір қолдайтыныңды байқап қалдым әлеуметтік желілерден, стористардан. Бұл керісінше жаңағы сіздердің нандарыңызды жеп жатқан жоқ па? Мысалы сол жердегі жаңағы әлгі кәсіпкердің орнында бір боксшы болса, үйіне бір нан алып баратын ба еді деген сияқты, тиын тебенін. Енді прямо олайынан ойламаймын, өйткені олардың да бір плюсы бар да, шыны керек. Жаңағы опять-таки сондай танымал блогерлердің сондай біздің кеште бокс ескені арқылы халық жиналады. Біз шыны керек қазір бәріміз сол медианы көтеру үшін ғана жаңағыдай тегін условияда да төбелесуге сондай қадамдарға барып жатқанымыздың бірден бір себебі ғой. Біз енді пустой аренада төбелескеннен бізге не пайда дегендей ғой. Сондай оймен, мен сондай пікірмен бір комментарий жазған жерлерім бар, мысалы олардың бізге қайта бокс ескені бір жағынан жақсы деп. Сол өзім жеке ойым. Жалпы бұрада енді шыны керек, енді кім төбелессе де картта жалпы ол былайша айтқанда ол әр адам блогер болсын, ол жерге рингке шығып тұр ма, мысалы оның өзі үлкен ерлік та. Сондықтан мен жаңағыдай қатты сынап, былайша айтқанда жаңағыдай кімдерді әкеп қойған деп сондай сияқты комментарийларға мен шыны керек өз басым особо қолдамаймын. Өткен ол шықты ма даже блогер болып ондай үлкен аренаға, оны өзі үлкен ерлік деп ойлаймын да. Өткен жаңағыдай даже ол жаңағыдай бойдың өзін ұйымдастырудың өзі де оңай болып жатқан жоқ қой, жаңа айтып жатырмын ғой. Жаңағыдай қаншама расходы бар, несі бар. Значит, жаңағыдай боксшылар енді біреу көтере алмай жатыр, біреу шаман келмей ма деген сияқты ғой, шамасы келмей жатыр ма, енді в чем проблема, шығатын адам шыға берсін деген сияқты ғой жалпы. Бұл сіздің айтып отырған мәселеңіз біздің кәсіпқой боксшылардың медиасын дамытуға ұмтылмайтындығының нәтижесі ғой енді. Көбісі медиасын жасауға ұмтылмайды, тек қана жаттығумен ғана шектеліп қалады. Бұл енді әуесқой боксшылар үшін бәлкім работает, мында не работает да ол кәсіп. Ол рас енді. Не үшін деймін да, сол өздеріне керек нәрсе екенін түсінеді. Оның бәрі шыны керек. Енді қазіргі біз енді сәл ескі буын болып саналамыз ғой, шыны керек. Уже біз 30-тан астық. Жалпы біздің тәрбиеміз, жалпы біздің жаттықтырушылардың тәрбиесі бізге бойымызға сіңірген. Біздікі қазақи менталитет қой енді. Кішіпейіл бол, көп сөйлеме, ісіңмен дәлелде деген сияқты сондай нәрселер бізді әбден бала кезімізден бойымызға сіңіріп жіберген да. Содан кейін де көптеген боксшылар, особенно өздері действительно бокс ескен боксшылардың бәрі негізі скромный ғой, бәрі кішіпейіл, қарапайым, көп сөйлемейді. Өткен жаңағыдай сол тәрбие деп ойлаймын да. Ал қазіргі енді мен шыны керек, қазіргі жас буынды айтсам, қазір бәрі наоборот, қазір ешкім бәрі тикток үшін де бокс өседі, кейбіреулер просто тренировкаға келіп жүріп, жаңағыдай видео түсіру үшін де тренировка істейтін балдар да бар. Уже мышление басқа да қазір. Скромность деген уже чуть екінші, үшінші планға қалып жатыр. Содан кейін болашақта өзім ойлаймын, жаңағыдай хайптың көкесі әлі алда деп жастар көрсетті деп. Енді жаңағы сіз айтқан аға буынға бәлкім заманға бейім беріп өзгеру керек шығар онда. Өзгеру де керек деп ойлаймын, бірақ енді шыны керек, мен өз басым мысалы маған бәрі айтады ғой, енді бәке шамалы шулатпайсың ба, анаған өзіп таста, мынаған өзіп таста, ауыр сөздер айтсай деп, или жынды болсайшы шамалы деп, сондай сияқты әңгімелер айтады ғой. Мен просто күліп қоя саламын, өйткені мен өзім болмысымда жоқ біріншіден. Одан бөлек мен мысалы өзім 3 жұмыста істеймін да, шыны керек. 3 жұмысымда да мен бала тәрбиесі ғой, мен тренер болып жұмыс істеймін, мектепте физрук болып істеймін, мысалы спорт школада мысалы бапкер болып, частный залда дегендей. И бәр жерде мысалы өзім шәкірттерім бар, артынан еріп келе жатқан. Мен оларға мысалы жаңағыдай тәрбиелік тренировкадан бөлек жаңағы воспитательный жұмыс істейді ғой енді. Тәрбиелік әңгімелер айтып, патриоттық туралы әңгіме айтып, жалпы сондай әңгімелерді айтып отырып, енді өзім сөзіме сімсай болмай қалса, артымда еріп келе жатқан шәкірттерім менен үлгі алады ғой, қанша деген ағай айтып жатыр деп. Ертең сол артымнан келе жатқан бір шәкіртім енді мен көріп қисайып, жалпы айтқанда тура жолдан тайып кетіп жатса, енді ол мен үшін енді менен кеткен қате болып саналады да. Сол үшін де мен сондай жауапкершілікті сезінгеннен кейін де ондай қатты сөздер айтып,
боқтап жаңағыдай басқалар сияқты камераға ондай нәрсемен айналыспайтын бірден бір себебі. Жаңа сөзіңізде айтып қалдыңыз ғой, үш жұмыс жасайын деп. Бұл енді ауыр емес па? Кәсіпқой бокстағы боксшылар үшін көп боксшыларды байқаймын енді. Біреуі таксовать етеді мына жақта, біреуі охранада жұмыс жасайды, жаңағы телеохранитель жасайтындарды білемін. Неге ондай біздің көп боксшылар? Сол ғой енді, қазір енді бәрі айналып келгенде бала шаға бар. Енді бәрі айналып келгенде қаражатқа тіреледі ғой. Мысалы, біз ана жақтан ақша тауып жатқан жоқпыз. Енді бір бойдан бір 10 миллион ұстап жатсақ, енді может быть келесі ойға дейін соны жайменен пайдаланып жүретін шығармыз. Мысалы, 3-4 айда бір бой жасап, бір $1000 алғанға онымен ары қарай бала шағаны кім асырайды деген сияқты ғой. Содан кейін енді амал жоқ, жұмыс істейміз. Мысалы, мен өз басым жұмыс істеп жүріп, бокс іске маған шыны керек қиын да өте. Ол любой адамға қиын деп ойлаймын. Өткен мен тренировкаларым мысалы түнде істеймін, 9-да жасаймын, 9-8:30 сондай уақытта бастап 11-ге дейін тренировка істеймін. Енді ол шыны керек мен денсаулығыма да зиян да, мен оны білемін да. Ол жүрекке зиян, жат аралығында тренировка өздеріңіз білесіздер, болмайды негізі. Одан үйге келесің, ұйықтайсың, там уже кеш жатып, азанда ерте тұрып жұмысқа барасың. Оның бәрі маған шыны керек ауыр тиіп жатыр, бірақ жаңағыдай өзім мақсатым үшін, арманым үшін енді соңына дейін күресіп жатырмын да. Ата енді біреу көмектеседі екен, біреу басыңнан сипайды екен деп күтіп отыра берсең, енді өмір өтіп жатыр дегендей. Мақсат қандай ол, чемпион болу ма кәсіпқой бокста? Мақсат енді шыны керек енді осы енді мақсаттарды енді бөлеміз ғой енді. Краткосрочный план деп, долгосрочный деген сияқты енді. Сол басқа қазіргі өзіме қойған бірінші мақсатым енді топ 100-ке кіріп бокс рингте и WBC или WBA Азия чемпионы титулын алсам деп ойлаймын. Сосын ары қарай көре береміз, ұсыныстар болса ары қарай жылжимыз. Бағанағы жұмыс бапкерлік, сосын тағы қандай? Мектепте дене шынықтыру мұғалімі. Үшіншісі? Сол частный залда да бапкермін ғой, сол. Екі залда бапкер, сосын тағы мұғалім. Жаңа титул жайында айтып қалдыңыз ғой. Бізде кәсіпқой бокста мынадай нәрсе бар екен. Кейбір титулдарды сатып алуға болады. Мен де естідім. Қолдауың болса, жаңағы спонсорларың болса, белгілі бір сомасын төлеп, соны сатып алып, жекпе-жекке жаңағы бір қарсылас алып келіп ойнап шығасың рингтің ішінде, сосын сол поястың жаңағы чемпионы атанасың ғой енді. Бұл андай боксшының өзін алдау емес па? Енді көбісі сол белбеуді, ол боксшы емес, көбіне шыны керек өтірік боксерлардың істейтін тірлігі деп ойлаймын өз басым. Жаңағыдай өздері бокс іспеген, жарты жолдан қосылған спортқа, сонымен жаңағыдай хайп үшін сондай жұмыс істейтіндердің тірлігі деп ойлаймын да. Мысалы, маған да ұсыныс болған негізі. 1,200,000 төлейсің жаңағыдай игрушечный пояс қой, былайша айтқанда. Теңге ма? Тура сондай түрімен келеді, в один. Бірақ ол бокс рингте еш жерде былайша айтқанда тіркелмейді да ол. Ол ондай поястан не қажеті бар деп ойлаймын да өзім. Сол үшін мен қазір бокс рингпен көтеріліп өзім мақсат топ 100-ге кіріп, өзінің определенный критерийлары бар екен да, жаңағыдай сен официальный пояс алу үшін. Бірақ оның санкциясы бар, сондай бір өзінің бір мәселелері бар. Бірақ сол кезде бір официальный бокс рингтен де көрінетіндей сондай. Бағанағы титул ол қандай титул? Аты? Біліп жүрейік. Білмедім шыны керек, бірақ енді жалпы көбісі біздің Қазақстанда 5-6 поястан байлап алып жүргендердің соның жартысы сондай игрушечный поястар ғой. Оның ішінде қарау керек та, ажыратып, қайсысы документальный бар дегенде бокс рингте, қайсысы жоқ деген соны ақ жігін былай қарасаң белгілі болады да, бірақ оның түріне қарасаң бәрі бірдей ғой енді. 5-6 деген нормаль, бізде 10 пояс тағын біреуді көрдім. Сондайлар да бар ғой. Жинап алған бәрін. Бізде сосын жаңа кәсіпқой бокста енді көбісі байқаймын, контрактқа отырмай жекпе-жекке шыға береді. Келісім шарт жасаспай, бұл ертең сіздерге бір қиын емес па? Сіздер жалпы осы уақытқа дейін 6 жекпе-жек өткіздіңіз, нешеуінде контрактсыз жекпе-жекке шықтыңыз? Келісім шартсыз. Контракт әр жекпе-жекте болады ғой, разовый контракт болады. Осы жекпе-жекке ғана. Солайынша қарап тұрсаң, жалпы барлық жекпе-жегімде бір контракт болған, разовый контракттар. Шетелде өнер көрсету ойда бар ма? Ойда бар.
шыны керек ойда енді көп нәрсе бар ғой, арман бар. Мысалы әр спортшы, әр солдат жалпы айтқанда генерал болуды армандайды дейді ғой. Сол сияқты ғой, бәрімізде де шетелге шығып, үлкен ареналарда бокс есіп, поястар алып, жалпы елімізді қуантсамыз деген ойымыз, түпкі мақсатымыз бар ғой. Бірақ кәсіпқой бокс ол тікелей бәрі қаражатқа, ақшаға тіреледі да. Мысалы қазіргі сыртта бокс жүрген әрбір, мысалы Қазақстанда енді көп емес қой, 3-4 боксшыларымыз бар. Әлемдік деңгейде сыртта бокс жүрген. Солардың бәрінің артында тұрған бір ағалары бар, қолдап жүрген еліміздің кәсіпкерлері бар. Сондай да, кімнің қолдауы бар, солар сыртқа барып, за граница бар, Америкада тренировка істей алады. Соның бәрі жаңа айналып келгенде қаражаттың мәселесі. Бәрімізде ыңғай келсе шыққымыз келеді ғой. Осы жайында енді бізде ең басында әуелде Геннадий Головкин ағамыз бастап берді ғой. Жарқын жұлдыз пайда болды. Геннадий Головкиннің артынан негізі Василий Жиров қой негізі бәрін. Ол кезде иә. Енді ең ұлы боксшы бірақ Геннадий Головкин ғой бастап берген. Енді оның артынан қазір жаңағы Батыр Жүкенбаев бар, Садрадин Ахмедов, Жәнібек Әлімханұлы, Мейірім Сұлтанов деген сияқты боксшылар жалғап жатыр да. Енді ол кісілердің де жастары енді 30-дан асып кетті ғой. Қазір солардың артынан бізде неге жаңа жұлдыздар шықпай жатыр? Жас Бек Нұрмағамбетті білемін енді. Одан басқасын кім бар тағы? Болып қалды ғой сол өзі. Сыртта бокс жүргенде. Сұлтан Заурбек бар. Сұлтан бар. Бірден бір өзім үміттенетін қанша әлемдік жұлдыз болады деп ойлап жүрген боксшылардың бірі сол Сұлтан Заурбек. Сол болды ау пока сол кісілер. Әуесқой боксты бақылап тұрасыз ба біздің ұлттық құрамадағы жігіттерді? Иә, бәрін бокс. Ол жақта қандай талантты боксшыларды атап өте аласыз? Бізде талантты боксшылар көп қой. Жалпы бізде ешқашанда бокс позициясын бермеген, негізі бәрі спат болып жатыр деп айтып жүреді ғой көбісі. Бәрі бізде спат жоқ, бізде всегда бар. Артта резерв бар өсіп келатқан. Енді өзіме былай бокстар ұнайды деп атап өтетін болсам, маған ағайынды Махмудтар ұнайды, Сакен Бибосыновтың өнері ұнайды маған, мысалы өте керемет бокс етеді. Сосын Нұрбек Айбектердің де мысалы екеуінің нағыз техникасынан бұрын енді шыны керек олардың маған өзіме таза қазақи батыр мінездері ұнайды да. Әрбір қиын жекпе-жекте соңына дейін әйтеуір мінездің арқасында жұлып шығатын жекпе-жектері көп қой олардың. Сол бауырларым ұнайды өзіме. Сол айта берсек көп. Өзбекстанда бір жекпе-жек өткіздіңіз, қателеспесем, иә? Иә, Ахмат промоушнда. Ол жақтағы жекпе-жектерде қалай? Енді шетелде жалпы кәсіпқой бокста көбісі бермей қойып жатады ғой? Иә. Енді біз барған кезде Ахмат промоушнда көбіне жаңағы Рамзан Кадыровтың жаңағыдай командасы келіп бокс істі бізде. Картта бір 15 адам болса, соның жартысы сол Ахмат жаңағы промоушн. Именно жаңағы Кавказдан келіп, солар бокс істі. Көбісі жаңағыдай көрініп тұр енді кәсіпқой боксшылар емес, жаңағыдай ММА-шықтар, даже күйеулері, даже бір борецтер ма білмеймін. Көбісі сол мен өзім болжалағам, телехранитель болып жұмыс істейтін сондай бір команда ау деймін деп ше. Солар бокс істі. Енді олар енді кішкене бокс деңгейі асы онша емес болды. Сосын банша бөлек, одан бөлек жақсы өзбек боксшыларын көрдім ол жақта. Бірақ енді айтарлықтай ондай жаңа қысым көрсетіп бізге ондай болған жоқ. Судейство жағынан бәрі әділ болды деп ойлаймын. Соңғы жекпе-жегіңіз жайында, Қырғызстанның өкілі Урмат деген боксшы мансабыңызға бір тең деген жекпе-жек қосылды ғой. Ол жекпе-жекте мен өзім болдым, комментаторлық қызмет атқардым. Ол жерден көрдік. Сол жалпы кештің ең мықты жекпе-жегі сол болды ғой жалпы. Айта өтсеңіз, енді қарсыласыңыз жеңілмедім деп жатыр, сізде жеңілмедім деп айттыңыз. Енді шыны керек, енді ешкімнің еңбегінен төмен етпей қойын, бірақ енді ол кеште сол жекпе-жек негізі All Stars боксингта болу керек еді. Сол аренаға өзі сондай, мен білдім да ол деңгейін, ол боксшының стиль жағынан да екеуміз ұқсаспыз, екеуміз андай тұрып алып жалпы төбелескенді ұнатамыз да. Сол үшін де бір халыққа бір зрелищный бой берейін деп өзім солмен жекпе-жекке келіскенмін негізі. Ол кәсіпқой бокста қателеспесем 14 или 15 жекпе-жек өткізген. Көбісін Кореяда өткізген. 4 бойын жеңілген, сондай ничасы бар, по-моему. Жалпы енді
тәжірибелі боксшы, ол да жасы менен жасты, почти түйедей құрдасым. Бой ауыр болатынын білдім өзім. И жалпы содан жаңа Элипром All Stars болмайды дегеннен кейін кішкене бір салмақ жіберіп қойдық орада. Сонымен өзімізді шыны керек босанысып қалдық. Сонымен аяқ астынан ана жақта ұйымдастырып беріп, өздеріңіз көргендей. Сонымен кішкене бір өзі нелер болды, жаңағыдай кедергілер, сол салмақ жағынан өзім банша айтқанда жүйемнен шығып кеттім. Сонымен тақалған кезде бір күнде қатты қуып жібергеннен баса бойда шамалы по-любому сезілді. Ол да бар, бірінші қателік ол. Ол еще ол 1 килограммдай салмағын түсірмеді, келіскен салмаққа түсе алмады да. Оған да көз жұмдық банша енді. Шыны керек енді ол да шамалы жаңағыдай болмайды дегенге жіберіп қойған шығар деп, соның положениесіне кіріп жалпы оған да көз жұмдық, сондай. Бірақ енді кәсіпқой бокста 1 килограммның өзі де көп қой негізі. Оның өзі сондай. Мысалы мен сол соңғы килограммды қуам деп, мысалы соңғы күшімді сарқыдым да залдан. Бірақ жалпы өзім бойға келетін болсақ, мен өзім енді былай айтсам да тоже ұтылған сөзі құрсын деп айтқандай болып қалады ғой, соған сол мақалға кеп қалады. Но бірақ мен өзім онымен тең дәрежеде болды деп ойламаймын жекпе-жекті. Егер де кәсіби судьялар отырып, егер де точный ударларды, нық ударларды санаса, мен нық удар жағынан мен өзім басым болдым деп ойлаймын. Ол алды қарай жүргенмен оның көбісі ұрғанын бәрімен блогыма, сыртқы қорғанысқа келіп, жартысы ауаға ұрып жатыр. Оның бәрінен санай берсе, ол кезде енді білмедім енді. Мен нық ұрдым деп ойлаймын. Видеоны қайта-қайта қарадым. Реванш керек шығар онда. Реванш обязательно болады. Мен оған жеке өзім банша айтқанда заинтересован. Сөйлесіп жатырмын. Жаңағыдай промоушндар ұйымдастырып беріңдер деп. Енді сіздерде жаңа боксшыларда қалып қояды ғой іште бәрібір, бат деген ай деген нәрсе. Солай болып тұр ғой енді осы жолы. Шыны керек ол жерде мен бір жағынан енді өзіміздің қазақ стилімен, қазақ боксының стилімен аяқта ойнап, кішкене очкоға жұмыс істеп, солайынан бокс ескемді, сондай тактиканы қолданғанымда мен оны банша айтқанда 6-0 есебімен де ұтуға болады да каждый раунд. Просто менде кішкене орада өзімнен кеткен қате. Жаңағыдай оны алды қарай келіп, жалпы агрессивный бокс көрсеткенге сол боксты қабылдап ортада төбелескенім кішкене қате болды деп ойлаймын бір жағынан. Алдап ондай боксерский IQ жағынан мен өз басым енді мақтанған емес, одан сәл жоғарымын деп ойлаймын енді өз басым. Сондай тактикалық тұрғыдан сондай қателіктер болды жалпы. Енді реванш болса жалпы сол қателіктердің бәрін ескеріп басқаша бокс көрсетемін деп ойлаймын. Қазақстандық боксшылардың арасынан өз салмағыңызда 5-ші орында тұрсыз. Осының алдыңызда жаңа Абылайхан Хусайынов бар, Саматали Тултаев тұр, иә? Иә, Нұртас Әжбенов қазір көш бастап тұр осы қазір. Бірінші тұр. Осы енді алда тұрған боксшылармен жекпе-жек өткізуге қалай қарайсыз өзіңіздің қазақстандық боксшылармен? Негізі ондай кейбіреулер айтып жатыр ғой, қазақ пен қазақ бокс өскенге қарсымын деп. Мен ондай нәрсені өз басым олай ойламаймын, мен жеке пікірім. Ол спорт қой, ол жеке спорт тем более. Бәріміз сол балдармен де жалпы любительский бокста жарыстарда бір-бірімен кездесіп жүріп қой, мысалы, например. Олайына ойламаймын. Егер де, бірақ енді на данном этапе осы қазіргі енді біздің арамызда бір пойыз тұрған жоқ, бір бөлісетіндей прям ондай ештеме көріп тұрмағасын. Қазір ондай кездесудің қажеті жоқ деп ойлаймын бір-бірімізбен. Мәні жоқ. Иә, мәні жоқ. Егер де бір кейін мысалы Жәнібекпен бір жаңа Нұрсұлтан сияқты бір соңғы бір-бірімізден басқа ешкім қалмағандай жағдай болса, енді ол кезде қай-қайсымен болса да кездесуге дайынмын. Или бір промоушндар жаңағыдай турнир өткізеді, мысалы, жаңағыдай қалай дейді, допустим 61 килограммда жаңағыдай Қазақстан чемпионы деген сияқты пояс ортаға сарапқа салып, бір сондай бір интерестер болса, или бір қаржылай жағынан бір бізді қызықтыратындай бір ұсыныстар болса, енді ол кезде шығар едім дегендей. Жақсы гонорарға ма? Иә, жақсы гонорарға шығуға болады. Атак былай енді қай-қайсысын алсақ та ол жерде бәрі біреу бауырым, біреу інім дегендей бәрін танимын, өзім жеке танимын бәрін қай-қайсысында. Сіздің жаңа қожа деген лақабатыңыз бар ғой. Осы жайында айтып өтсеңіз, бұл рушылдық па, қалай өзі? Жоқ, бұл бір руымды бір артық көру или руға бөліну мақсатында қойылған
лақап ат емес бұл негізі. Мен өзім бірінші жекпе-жегіме 17 күн дайындалып, сол 17 күнде аяқ астынан 8 жыл үзілістен кейін ұсыныс алып бойға шығып кеткенім бар. Сол кезде осындай анкета толтырып отқан кезде менен сұрады лақап атың қандай деп. Енді ойланып тұрып, ойланған келе енді шыны керек, мен бір терминатор, снайпер деп бір басқа бар сияқты ондай енді жас бала емеспіз, ондай лақап ат қоятындай. Сонымен өзім фамилиямды, атымды Бауыржан Бекмұрзаев Амангелдіұлы деп ойланып отырып, енді руым Қожа ғой дедім да, Қожа деп қойдым. И бір жағынан екінші мағынасы бұның жалпы қожа деген, қожайын деген сияқты, өзім рингте қожа, рингте қожайынмын деген сияқты екінші мақсатпен, сондай оймен екі мағыналы қылып өзім осы лақап атты таңдадым. Подкастымыздың соңында біздің көрермендерге айтарыңыз болса мархабат, жанкүйерлерге. Арық сөйлеп қазақта айтады ғой, семіз шықты деп, сол сияқты ондай көп сөз айтпай қояйын, бұйырса Алла қаласа деп айтайын, бәрі алды да. Жалпы спортшыларды сынай бермей, жалпы қолдаған дұрыс деп ойлаймын. Ешкім жалпы жетіскеннен төбелеспейді. Ол бәрі де осындай арман үшін, кейбіреулер енді осымен күн көріп отқандар бар. Сондықтан ондай именно спортшыларды, соның ішінде боксшыларды ауыр сынағандарға мен өз басым қарсымын. Оңай деп ойласаңыздар, шыны керек, бәріңіздер шығыңыздар, көріңіздер, осы жолдан өтіп көріңіздер. Сонда сол кезде өздеріңізді түсінерсіздер енді ауыр жол екен. Жақсы Бауыржан, рахмет көп бүгін уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Алдағы енді сіздерге де рахмет. 5 қыркүйек қойы жекпе-жегіңіз өтеді. Сәтті тілейміз. Жеңіс күтеміз. Рахмет көп. Құрметті көрермен, бүгінгі шығарылым осымен аяқталды. Аман сау болыңыздар.